Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Қойшыбек орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің физика пәні мұғалімі Қызайбек Еңлік Маукешқызы боламын. Бүгін сіздермен линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа линзаның формуласы, линзада кескін алу деген тақырыптарға тоқталатын боламыз. Сабағымыздың мақсаты жұқа линза формуласын есептер шығару үшін қолдану, линзаның сызықтық ұлғаю формуласын сандық және графиктік есептер шығару үшін қолдану, жұқа линзада сәуленің жолын салу және кескінге сипаттама беру болып табылады. Линза. Линза дегеніміз екі жағы сфералық бетпен шектелген мөлдір дене. Линзаларды біз күнделікті өмірде көзілдіріктен, телескоптардан, фотоаппараттардан көруімізге болады. Линзалар беттерінің түрлеріне қарай дөңес және ойыс болып екіге бөлінеді. Дөңес линзалардың шеттері жұқа, ортасы қалың болып келеді. Ойыс линзалардың шеттері қалың, ортасы жұқа болып келеді. Дөңес линзалардың түрлері қос дөңес, жазық дөңес, ойыс дөңес. Үш түрі болады екен. Келесі ойыс линзалардың түрлері қос ойыс, жазық ойыс, дөңес ойыс деген ойыс линзаның да үш түрі болады. Линзадағы негізгі белгілерге келетін болсақ, бұл жерде бізде ортада тұрған линза, және ол сәйкесінше жинағыш және шашыратқыш болып екіге бөлінеді. Жинағыш линза дегеніміз өзінен өткен сәулені бір нүктеде жинайтын линзаны жинағыш линза дейміз. Керісінше, өзінен өткен сәулені шашыратып жіберетін линзаны шашыратқыш линза дейміз. Және осы линзаға перпендикуляр жүргізілген түзуді бас оптикалық ось деп айтамыз. Бұл жердегі О деп отқанымыз линзаның оптикалық центрі, F деп отқанымыз линзаның бас фокусы болып табылады. Егер жаңағы бас оптикалық оське параллель жүргізілген сәулелер линзадан өткеннен кейін қандай да бір нүктеде жаңағы қиылысса, осы нүктені біз фокус деп айтады екенбіз. Және линза мен фокустың арақашықтығы фокус арақашықтығы деп аталады. Және сәйкесінше жинағыш, шашыратқыш линзаларды кескінге салу кезінде жинағыш линзаның бағыты жоғары қарап тұрады, шашыратқыш линзаның бағыты төмен қарап тұрады. Және де шашыратқыш линзадан кескін алғанда үнемі жалған кескін береді. Осыны есте сақтаңыздар. Себебі линзадан өткеннен кейін сәулелерді шашыратып жібереді. Яғни олар бір нүктеде қиылыспайды. Олардың тек созындылары ғана бір нүктеде қиылысып, осы жерде жаңағы жалған кескінді береді екен. Жұқа линзаның формуласы. Бұл жердегі D деп отқанымыз нәрседен линзаға дейінгі қашықтық, F деп отқанымыз линзадан кескінге дейінгі қашықтық, ал үлкен F линзаның бас фокусы болып табылады. Линзаларда кескін салу. Линзаларда кескін салу мына жерде суретке қарайық. Бірінші бас оптикалық оське параллель сәуле жүргізсек, ол линзаның фокусы арқылы өтеді. Келесі жүргізілген сәуле оптикалық центр арқылы өтеді, және де ол сынбай түзу өтетін болады. Келесі сәуле мына жердегі фокус арқылы өтетін болса, линзадан кейін бас оптикалық оське параллель жүреді. Сөйтеді де үшеуі бір нүктеде қиылыса отырып, осы жерде бізде кескін пайда болады екен. Егер денеміз фокус пен екі еселенген фокустың арасында орналасатын болса, онда біз шынайы, төңкерілген және үлкейтілген кескін аламыз. Ал егер де денеміз дәл фокустың үстінде орналасса, онда ешқандай да кескін болмайды. Егер жаңағы денеміз, яғни затымыз фокус пен оптикалық центрдің арасында орналасса, онда біз жалған, тура және де үлкейтілген кескін алатын боламыз. Шашыратқыш линзада кескін салу. Жаңа айтылып кеткендей, шашыратқыш линзада үнемі жалған кескін пайда болады. Себебі шашыратқыш линзадан өткеннен кейін сәулелер шашырап кетеді. Олардың тек созындылары ғана бір нүктеде қиылысып, осы жерде бізде кескін пайда болады екен. Келесі линзаның оптикалық күші, яғни үлкен D әрпімен белгіленеді. Бұл бас фокуске
кері шама болып табылады. Яғни линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігі диоптрия, оны біз метрдің -1 дәрежесіне тең деп алсақ болады. Линзалардың ұлғайтуы. Линзаның ұлғайтуы деп кескіннің сызықтық шамасының нәрсенің сызықтық шамасына қатынасымен анықталатын физикалық шаманы линзаның ұлғайтуы деп айтады екенбіз. Енді мына жерде, құрметті оқушылар, есептер берілген, яғни жұқа линзаның формуласын қолдана отырып кескін мен линзаның арақашықтығын есептеуге арналған, және де линзаның оптикалық күшін есептеуге арналған мысалдар. Осы мысалдарды қарастырамыз өздеріңіз, және де мына сұрақтарға жауап бересіздер. Одан кейін тапсырмалар, өздеріңіз мына есептерді шығарып көріңіздер, және де сіздерге үйге тапсырма осы тақырыпты оқып жаттығуды шығару. Назарларыңызға рахмет, білім жолында сәттілік тілеймін.